Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Психология пәнінен дәріс сабағына қош келдіңіздер. Бүгін психология сабағындағы бір ерекше маңызды орын алатын тақырыптың бірі адамның психикалық қасиеті болып табылатын мінез деген тақырыпты бастаймыз. Мінез деген адамның бір қасиеті, мінез деп тектен-тек айтылмаса керек. Мінез психологияда грек тілінен аударғанда таңба, із деген сөзді білдіреді. Әрбір адамның жеке басына тән өзіндік психологиялық қасиеттері мен ерекшеліктері бар. Соның жиынтығын мінез деп атаймыз. Мінез қоғамдық қатынастардағы өзіне керегін ғана алатын адам бойынан, яғни табылатын психикалық қасиеттің бірі мінез деп аталады. Мінез қасиеттерінің топтастырылуы. Мінездің еңбекке байланысты қасиеттері болады. Еңбек сүйгіштік, адалдық, еңбекке жауапкершілікпен қарау, жалқаулық, немқұрайлылық болып табылады. Бұл адам баласында еңбекке байланысты қасиеттер. Осы қасиеттердің негізінде ұжымдағы адамның беделі, мәртебесі, ұжымдағы қарым-қатынасы орнығады екен. Ұжымға, адамдарға қатынасты қасиеттер: қайырымдылық, сергектік, талап қоюшылық, асқақтық, менсінбеушілік болып табылады. Енді бұл ұжымға немесе адамдарға қатысты былай қарағанда қасиеттер адами қасиеттері адамның бойындағы. Бұл әріптеске деген көзқарасы, әріптеске деген немесе адамдарға деген көзқарасы, осы қайырымдылығы, сергектігі, талап қоюшылығы, асқақтық, менсінбеушілік дегенде болады екен. Енді адамды менсінбеушілік дейтін, ол былай айтқанда өрескел қасиет адамның. Олай болмайды. Барлық адамды өзіңменен, яғни бірдей тең санауға тиістісің. Себебі адамнан бұл асып кететін ерекшелігі, біздің Абай атамыз айтқандай, адамнан тек қана білімі арқылы ғана асады. Қалған басқа, яғни асып тасып түсетін еш жері де жоқ. Білім, білігі ғана асып түсуі мүмкін адамның, тек қана. Осындай ерекшеліктер. Мінез қасиеттерінің топтастырылуында тағы да бір ерекше қасиеттер бар. Бұл өзіне-өзінің қатынасы. Өркөкіректігі, даңғойлығы, тәкаппарлық, мақтаншақтық, өзімшілдік, қарапайымдылық, кішіпейілділік. Осы кейбір адамдарда осы мінездің осы бір қасиеттерді кездесіп жатады екен. Соның ішінде мынау өркөкіректіктен де қиындау мынау өзімшілдік. Өзім білем, өзім шешем деп өзгелердің пікіріне, ақылына көп сене бермей, өзінің бір өзімшілдігін танытып отыратын өзімшіл адамдар да болады. Бір өзіне қажет емес, өзіне кедергі келтіретін тәкаппарлық та болады. Кейде бір тәкаппарлық міндетті түрде ол адамның бойында болады, бірақ ол тәкаппарлық мынау өзіне кедергі келтірмейтіндей, өзі қызмет жасап жүрген ұжымға кедергі келтірмейтіндей тәкаппарлық болса, ол өте керемет нәрсе. Адамдағы ал өзіне мынау кедергі келтіретін тәкаппарлықтардың ол көп жағдайда мынау мінездегі бір қиындықтарды байқатады. Осы адамдардың қарапайымдылығы, кішіпейілділігі деген өте мінездің бір керемет қасиеттерінің бірі. Адам өзінің, яғни болмысында қарапайымдылықты, кішіпейілділікті бойына сіңіріп өссе, ол адамда келешекте жақсы бір мінез құлықтың, тәртіптіліктің, бір
жақсы нышандарын байқауға болады. Келесі заттарға қатынасымыз. Мінезіміздегі заттарға қатынасты нәрселер. Ол ұқыптылық, ол салдыр салақтық, заттарды ұстап тұтынумен ұқыпсыздығымыз. Осы біздің қазақта айтады, салақтан олақ жақсы деп. Салақ адамның өзінің мінезіндегі орналасқан қасиет ол енді салақтық. Ол өте күрделі де қиын мінездегі қасиеттің бірі болып табылса, ал ол салақтықтан адам арылуы өте қиын, өте ауыр жағдай. Ал олақтық ол адамның астыртын, астан кестен қылып, астыртын үстін тасыр күсір өткізіп, бір нәрсені жасап, орындап тастауы, бірақ оның қаншалықты ұқыпты, қаншалықты тиянақты, жинақы орындалғанына ол көңіл бөлмейді. Ол сол берген тапсырманы, берген істі әбден орындап, аяқтағанына ғана өзінің көңіл бөліп, соған өзінің мінез құлқындағы бір мен керемет нәрсе істедім дегенде мінезін көрсетіп тұрады екен. Сондықтан да біздің қазақ халқында салақтан олақ жақсы дейді. Ал салақтық ол әбден бойына сіңген әдет болып кеткен бір қасиет, одан адамды арылту өте ауырға түсетін қасиеттің бірі болып табылады. Ал заттарды ұстап тұтынуымызда ұқыптылық пен ұқыпсыздық жай қарапайым ғана мысал. Сіздердің оқу құралдарыңызды қалай ұстап тұтынуларыңыздың өзі, дәптерге жазған жазуларыңыз, кітапханадан алған кітаптарды ұқып ұстауларыңыз, немесе қолдарыңыздағы өздеріңізге тиесілі заттарды ұқыпты, таза, ұқыпты, жинақы қылып ұстаудың өзі адамның мінезіндегі, ішкі тәртібіндегі бір керемет ұқыпты, келісті бір қасиетті көрсетеді. Ал ұқыпсыздық деген ол өзі қиындау қасиет. Себебі ұқыпсыздық ол адамның бойында түрлі, яғни келеңсіздіктерге апарып соқтырады. Ұқыпсыз адамдарды, ұқыпсыздық көп байқаған адамдарға көп, яғни сенімде болмайтыны содан, сенімсіздік танытады көптеген адамдар. Бұған берген тапсырманы орындамайды. Немесе бұл ұстаған заттардың бәрі сынып, үзіліп, жыртылып қалады. Сондықтан да бұл адам ұқыпсыз деген мінезіндегі қасиеттерді байқатып отырады екен. Соны көргенде адам біртүрлі ол адамнан кішкене алыстау жүруді, онымен қарым-қатынас мардымсыздау болып сөйтіп тұратынында көрініп тұрады ол адамдардың арасында осылай қатынастардан да. Келесі мінез құрылымының қасиеттері. Әрине, мінез деген адамның бір қасиеті болып табылғандықтан, мінез тереңдігі болады. Адамның жеке басының ерекшелігі, белсенділігі болады. Мінездің тұрақтылығы болады, ауытқымалылығы болады, бейімделгіштігі ерекше мән береді. Мінез тереңдігі, адамның бір қасиетінің ішінде мінездің тереңдігі. Бұл адамның өзінің бойындағы сабырлықты, байсалдылықты, тұрақты қасиеттерді, соның ішінде табандылықты, істерге батыл баруды көрсететін бір жағы болса, мінез тереңдігінде, ал адамның жеке басының ерекшелігі мен белсенділігінде, іс-әрекетте белсенді буын екенін жеке адам ұмытпаған дұрыс, бірақ сол белсенді буын бола тұра, әр адамның белсенділігі әртүрлі болады. Сондықтан белсенділік ол адамның психикалық ерекшеліктеріне, оның темпераментіне, оның мінезіндегі көңіл күйіне, немесе мінездің жаңағыдай құрылымдағы осы қасиеттің өзіндік мәніне ғана байланысты жүзеге асады ғой деп ойлаймыз. Ал мінездің тұрақтылығы,
ауытқымалылығы, бейімделгіштігі ерекше мәні бар. Әрине, мінез, құрметті студенттер, олар үнемі қалыптасып отырады. Кез келген ортаға адам бейімделген кезде сол ортадағы болып жатқан әрекеттерге өз мінез құлқын бейімдеп отырады екен. Сондықтан мінез жаңағы ауытқып, бейімделгіш келетіні осыдан. Ал мінездің тұрақтылығы ол адамның бойындағы үлкен бір асыл қасиеттің бір сабырлықпен тең болып келеді. Яғни сабырлы, байыппен қараған адамның бойында тұрақтылық нышандары көрініп, адам бойындағы биязылық байқалады екен. Көріп отырсыздар ма? Мінез типтері, үйлесімді мінез типі қоршаған ортаға икемділігімен ерекшеленеді ондай адамдар. Мұндай мінезді адамда ішкі қарама қарсылықтар болмайды. Ойлаған ойы мен істеген ісі бір-біріне сай келеді екен. Бұл мінездегі үйлесімділік немесе гармония деп атаймыз. Осы гармония ол көп жағдайда адамдар арасындағы бір үйлесімдік, жарасымдық, сыйластықты байқататын мінездің бір типі болып табылады. Келесі, іште қарама қарсылықты, бірақ сырттай келісімді мінез адамы. Ал бұл да адамға тән ерекшелік мінездегі. Бұл типті адамның ішкі ниеттері мен сырт әрекет қылығы арасындағы келіспестік бола тұрып, өзінің қоршаған ортамен қатынасында әлеумет талаптарына ыңғай беретін, іс-әрекетін соларға қарай бағындырып, үлкен күшпен орындайтын адамдардың типі екен. Сонда ішкі қарама қарсылығы бола тұрса да, сыртқа байқатпай, яғни сырттай келісімді, яғни мінездер кездеседі екен. Кейде бізде осындай бір нәрселерді, осындай болып жатқан әрекеттерде қазақта айтады, іші түтін, сырты бүтін деген ұғымды айтады. Ол жай айтылмаған сөз. Ол адамның ішінде болып жатқан қандай қарсылық болса да өзін ұстай білуі, өзіндегі ұстамдықты таныта білуі болып табылады екен, құрметті студенттер. Келесі икемі кем қарама қарсылық мінезді адамдар. Бұл көңіл күй, ниеттері мен әлеуметтік борыштары арасындағы үйлеспестік, яғни орын алады. Шамдаңғыш, ұнамсыз эмоциялар басым, тілдесу қабілеті нашар дамыған, іс-әрекетін өзінің ақыл сарабына сала бермейтін адамдарды айтамыз. Яғни бұл шамдаңғыш деген бұрқ етіп ашуланатын, өзін сол сатыр күтір етіп ашуыменен барлық жасап тұрған жақсы әрекеттерінің бәрін жойып жіберетін, сондай бір жаңағы тілдескенде жаңағы әрпіл сөйлеп тілдесуде жаңағыдай ащы қатты сөйлейтін бір адамдардың өзінің мінез құлқы болады. Сол іс әрекетінде осы бір өзінің ақыл сабырлығына түспей, кейде бір осы сондай буырқанды мінездерді, қатаң мінездерді, қатты мінездерді кәдімгі өзіндегі бір сондай жаңағы келеңсіз жайттарын кейде көрсетіп те қалады екен. Мінез типтерінде тиянақсыз мінезді адам дейді. Бұл бағыт бағдарының тұрақсыздығынан, принциптік жаңағы бостығынан, төңіректегі жағдайға ыңғайшыл келеді. Жеке адамдық деңгейі төмен, тұрақты мінез құлығы қаланбаған, осыдан барша іс-әрекетінде қоршаған ортаға ыңғайлану, қатынас адамдарына жағымпаздану жаңағы. Бұл адамның бойына сіңген мінездік бір көрініс. Кейде, құрметті студенттер, осындай бір мінез көріністерін бізде қазақта бос белбеулік дегенмен де атап отырады. Мінез туралы осындай дәріс сіздерге бүгін айтылып тұр, хабарлама беріліп тұр.
келесі мінездің акцентуациясы мен мінез ерекшеліктерін тағы да қаншалықты бойымызда бар мінездің қасиеттерін біз келесі сабақтарымызда, практикалық сабақта әдістемелік талдаулар мен зерттеулерге сүйене отырып, әрі қарата жалғастырып зерттейміз. Мінез туралы мәлімет сіздерге дәріс осы. Дәріске қатысып, дәрісті тыңдағандарыңыз үшін рахмет, алғыс білдірем. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.